Интернат наны. Әлтай нанға тоймаушы еді. Басы дәуір, бек шаш, мойны қылдырықтай шүңірек көз, томпақ ауыз қара бала болатын. Бұл бірақ оқуға олақ, есіл дерті ауқатқа ауып кеткен сияқты еді. Сабақтан қала береді. Ебі келсе асханаға кезекші болуға тырысады. Кезекшінің міндеті екшелікпен өзеннен еңіреті су тасиды. 100 баланы асырайтын тайқадан толғанша тасиды. Одан ыдыс аяқ жууға қосымша дағы тасиды. Кезекшіліктің ең ауыры осы. Интернаттың іргесін жалап ағатын өзеннен асханаға құбыр тартуға ол кезде шама келмеді ме, әлде құнт болмады ма? Біз қайдан білейік, әйтеуір ауыр екі шелек буыны бекіп, бұған қатпаған жеткіншектердің екі иінінен зілдей басып, онсыз да тапал бойы төмен тартар еді. Кезекші су мәселесін шешкен соң картоп аршуға кіріседі. Одан кейін ұзыннан ұзақ созылған столға екі қатар қалайы тәрелкерді, қисық қыңыр қалайы қасықтарды қойып шығады. Содан соң барып әрбір тәрелкенің тұсына тілдей кетілген аспаздың кесілген қара нан қояды. Бұл кезде Әлтайдың қасына тәрбиеші немесе аспаздың өзі ілесіп жүреді. Соның өзінде Әлтай олардың қырағы көзін ала беріп, бірер кесілген томпақ ауызға бұралақтатып ұрып жібереді. Тәрбиеші оның аузынан күдіктене қарап еді, бірақ Әлтай сыр бермейтін. Сірә нанды шайнамай жұтып жіберетін шығар. Түс кезінде мектептен балалар апыр-тұпыр жарыса оралады. Кітаптарын бөлмеге қояр қоймас асхана қарай анталар. Сонда Әлтай оларға кәдімгідей одыраңдап, «Өй, өңшең жалмауыз, топырламай бір-бірлеп кіріңдер» деп есіктің аузында тұрады. Кезекшілік күн өткен соң Әлтайдың көңілі той тарқағандай құлазып қалады. Интернаттың әшмүшкедей нормалы нанын місе тұтпай, қоңқылдап сабақ біткенше әрең шыдайды. Кейде соңғы сабақтан қашып кетеді. Жол-жөнекей драма театрға соғып, қандай спектакль жүретін, қандай контрамарка болатын біліп алады. Интернатқа келе сала ас үйден бір түйір картоп сұрап алып, оны ойып мөр жасайды. Кітаптың қатырма мұқабасын кесіп картопқа сия жағып мөрді картонға мұқият басады. Сөйтіп әрбір контрамарканы нанға айырбастайды. Театрға барушы талапкерлер табылады. Аш қалуға бейіл, бірақ Қобыландыны Қыз жібекті көруге құштар, Құдайға шүкір бар. Театрдың қызметкерлері ойын соңында контрамарканың осыншалықты қойып кеткеніне таң қалысады. Нанды қиып театрға барғандар спектакльден қайтып келгенше қарындар ашады. Ұйықтаған соң қарын ашқан білінбейді дейді. Әр нәрседен хабары бар Қарачай хаз болады. Онда шуламай тезірек жатайық дейді балалар. Балалар ұйқыға кетеді. Бір бөлмеде 10 адам жатады. Бәрі әскер балалары, бәрі ауылдан келген. Облыс орталығында соғыстан соң жаңадан ашылған интернат пансионында жатып оқиды. Майданнан әкесі қайтпағандар, соғыстан ағасы келмегендер, аш қарын ұйқыда түстерінде ауылдың нар қызыл наба нанын көріп тамсанып жатады. Осы кезде Әлтай басын көрпемен жауып нан жейді. Біреу естіп қоймасын деп дымын шығармауға тырысады. Контрамаркаға айырбастап алған нанды тауысқанша ұйқы жоқ. Бір күн Әлтай әшекерленіп қалды. Сәттігүл дейтін бала оны түнде нан жеп жатқанын біліп қойыпты. Полундра деп Сәттігүл айқай салсын. Балалардың бәрі үй өртеніп баратқандай орындарына сасқақтап атып тұрды. Не болып қалды? Әлтай нан жеп жатыр. Нан деген сөздер естіген ұйқы шайдай ашылады. 7 түн ішінде таң атып тұншығып, 17-нің тар бөлмесінен нұр шашырағандай болды. Нан деген сөз алыстағы ауылдан апаң келіп тұр дегенмен бірдей. Айына жылында ауылдан апаң бар, бір келгенде кіші қалта талқан, бірер таба нан әкелер еді. Іні қарындасының аузынан жырып әкеп тұрған есіне түскенде талқан таманнан өтпейді-ау. Сәттігүл барып Әлтайдың үстінен көрпені жұлып алды. Әлтай қақпанға түскен қасқырдай ақсиып айбат шегеді. Бер бізге деді Сәттігүл. Басқалар бұл кезде Сәттігүлді үнсіз қуаттап анталап тұрады. Неге берем, өзімдікі деп шаңқ етті Әлтай. Жоқ, біздікі дейді Сәттігүл. Контрамарканы қайтар, сонда берем дейді Әлтай, енді қайтер екенсің дегендей. Контрамаркаң жалған, сен ол үшін соттау керек. Жалған документ жасағаның үшін соттайтын заң бар екен білмейсің бе деді Сәттігүл. Онда сол контрамаркамен ұдайы не көзің театрға кіріп жүрсің? Сені де соттау керек. Өлсем жастығымды ала кетемін деп Әлтай сарысады. Бірақ өзінің кінәсі басым екенін сезіп жаси бастады. Нан қалаған жоқ. Әйтпесе не көріпті, беремін ғой, өле жегенше бөле жеген ғой. Өй, сен мақалдамай шығар бер, қалаған жоқ деуін қарашы. Балалар шамданып ашыңдар деп берді. Сәттігүл Әлтайдың пәндер тақтайтын шағын чемоданы бар аузында жұдырықтай құлып тұрады. Әлтай өз меншігін қорғамақ боп кереуеттің астына ұмтылады. Бірақ еңгезердей Сәттігүл оны төсектің үстінен атып ұрып тырп еткізбей, қол аяғын басып жатады. Атаңа нәлет қодар дейді Әлтай ышқынып. Босат былай. Балалар театрдан қайтқан сайын ондағы ойындары өздері қайталап, біреу төлеген, біреу бекжан болып шыға келетін. Сәттігүл қодар рөлін ойнаушы еді. Содан да қодар атанып кеткен. Дымыңды шығармай жат, паразит.
Қарабай деп масаттанды Сәттіғұл. Әлтайдың дүние қоңызына бетін басып, дүние қоңыздығын бетіне басып. Құлыптың кілті табылмайды. Оған балалар онша өкіне де қоймады. Енді біреуі шегемен аша салады. Перғауынның 1000 жылдық алтын табыты кенеттен табылғандай балалар аң-таң болып ауыздарын ашып аңырап біраз тұрып қалды. Шемадан ашылғанда ішінде тілім нан, бір қалта бидай, талқан, бір қалта қуырған жүгері, бір қалта құрт жайнап жатады. Балалар енді есін жиып, мол тағамға қол сала бергенде Сәттігүл айғай салды. Тәртіп сақта, біз мародер емеспіз, саналы азаматтармыз. Бәрін заңды түрде жасауымыз керек. Біз феодализмнің кәрі қақпасы Қарабайдың малын кәмпеске дейміз. Бәріміз теңдей бөліп аламыз деп тамақты бөліске сала бергенде есік сарт ашылып, табалдырықтан алпамсадай алып, иығына шинелін желбегендей жабылып, міз бақпай тұрып қалды. Қалың қастары бірігіп кеткен, көзі оқтаулы, мылтықтай, бойы қаһарлы. Бұл не шу деп ақырды әлден соң. Неге ұйықтамайсыңдар? Әлтай арыз айта алмас, өйткені өз кінәсі ашылып қалады. Басқаларда да үн жоқ, өйткені біреуінің шемадан тонауға болмайды. Интернат меңгерушісі қос қолын галифе шалбарын қалтасынан шығармай, қазыналы қара шемаданға шалқақтай қарап қалады. Қалың қарағасын бір жоғары, бір төмен ойнақтатты. Әлден соң так, бәрің далаға шық деп бұйырды. Аулаға шыққан соң асхананың алдында балаларды қатарға тұрғызды. Смирно деп бұйырды. Сөйтті де асықпастан шалқақтай өз үйіне қарай беттейді. Кетіп қалмайсың. Түн ортасында тікеңнен тұрған да оңай емес. Балалар күңкілдеп Сәттіғұлды кінәлай бастайды. Сен болмағанда тып-тыныш ұйықтап жатар едік. Мен сендерге жақсылық жасамақ болсам қарай көр бұларды. Мен емес, анау Қарабай кінәлі деп Сәттіғұл жабайы қодастың назарын Әлтайға бұрып салды. Әлтай енді бір табан сиырдың ортасына түскен қасқырдай болды. Оның бақытына қарай интернаттың бастығы қақырынып, жөткірініп үйінен шығады. Балалар қыбыр етпей смирно тұрып қалған. Ай сәулесіне қасқа басы шағылысып, дәу ағай асықпай бір бас тайып келді. Қарындарыңыз ашты ма дейді. Дәл қазір жаурадыңдар ма деген сұрақ орынды сияқты. Бірақ интернат меңгерушісі қарындарың ашты ма деп сұрайды. Қарным ашты десе әлдене деп жүреді деп ешкім үн қатпайды. Айтпайсыңдар ғой, онда тұрыңдар тағы да деп дәу ағай қайтадан өз үйіне асықпай аяндай бастады. Ағай, тоқтаңыз дейді шыдай алмаған Қасболат күркірек дауысымен. Онан соң жолдастарына қарап, неге үндемейміз, айтпаймыз ба, тұра бергенше қарнымыз аш ағай дейді. Ашты деп әрбір жерден бір дауыс түріліп шығады. Сонда дәу ағай, ашынған қары тойынар, барыңдар ұйықтаңдар деп бұйырды. Жақсы сөз жарымыз, балалар жәбір жаманшылықтың бәрін ұмытып жылы көрпелдің астына қойып кетеді. Сол көңіл тоқтылықпен рахаттан ұйқыға кірісе бергенде әрбір көзектің басында Әлтай келіп балалардың басынан түрткілейді. Мә дейді. Аң-таң болған жолдасына Әлтай бір тілім нан ұсынып, нан жетпегендер бір уыс талқан немесе бір түйір құрт деді. Бөлме шым-еримге толғандай. Сол сезімнің әлдилеуімен 10 бала тәтті ұйқыға кетеді. Түстерінде бір қандар нан арқалап балалар үлестіріп жүрген дәу ағайды көреді. Жаңа жыл екен дейді. Интернат асханасының қақ ортасында үлкен елка орналасқан екен. Шыршаның әрбір бұтағында қызыл күрең бөлке нан салбырап тұр екен. Дәу ағай Аяз ата болған екен. Жаңа жылда конфет орнына бір бөлке нан сыйлап жүр екен. Сол бөлкелердің қақ ортасында Әлтайды салбыратып іліп қойған екен. Қысқа күні асханадағы тілдей қара нанның басталады. Ештең өзгермеген. Әлтай бүгін кезекші емес, сонда да қабағы салыңқы. Кезекші болмаған күні мектепте барар жолдағы нан магазинде қалай да бір сүзіп өтеді. Магазинші Сарайыл ұдайы ашулы болатын. Әлтайдың карточкасы жоқ екенін біледі. Бар, айда деп қуып жіберетін. Бүгін мектептен қайтқанда шыдамай, қабақтың тұсына тоқтамай өтпейтін аз күнем құсап, Әлтай нан магазиніне қалай кіріп кеткенде өзі білмей қалды. Кірсе де сатушы қатын ұрсар ме екен деп қипақтаған. Бірақ сарай елдің жүзі жарқын, қабақ жазылған, сақ-сақ күледі де пештен жаңа шыққан жып-жылы нанды күндегідей тілдей тілметпей бөлке-бөлкесімен беріп жатыр. Карточкаға емес, ақшаға беріп жатыр. Магазиннің іші нанға тіреліп тұр. Жарықтың иісі жұпардан жүзесі артық. Әлтай интернетқа алып ұшып жетіп асханаға кірсе, күндегі тілектердің орнына жарты бөлкеге жақын дәм қойылған екен. Ал қарындарын тояды енді. Карточка системасы жойылды, нан молайды. Сендерді нан күнімен құттықтаймын деді интернат меңгерушісі. Бұл 1947 жылдың 16 желтоқсаны еді. Әлтай сонда әлгі нанды жеп тауыса алсашы. Әншейін де бұралақтаған ауызға бірақ асайтын асы таусыла алмай тойды да қалды. Мен бұл кезде қызметте баратын жолда Астанадағы ең үлкен нан магазині бар. Ешқандай жұмысы жоқ, тамағым тоқ болса да, әлгі магазинге анда-санда бір кіріп шығамын. Нанның сондағы түрі-ай, қазақтың таба наны дейсің бе, Украинаның қара наны дейсің бе, қалалық ақ бөлгелер дейсің бе, кірпіш нан, дөңгелек нан, магазиннің іші жып-жылы, нан иісі ана сүттің иісіндей. Осы магазиннің тұсынан өткен сайын интернат есіме түседі. Әлтай қазір ауданы оқу бөлімінің бастығы, ғылым кандидаты, Сәттіғұл ірі совхоздың директоры. Мен болсам жиі оқылам. Іргесін боп
боз өзен жалап жататын интернат болмағанда, интернаттан бір тірім қара нанды болмағанда біз осы дәрежеге жетер ме едік, кім біледі. Нұр жаусын саған интернаттың қара наны.